Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастықтар. Бүгінгі сабақта қарастыратын мақсатымыз еркін тербелістер дегеніміз не? Электромагниттік тербелістердің маңызы неде? Еркін және еріксіз тербелістер дегеніміз не? Тербелістер түрлері үш түрге бөлінеді. Еркін, еріксіз, автотербелістер. Гармоникалық тербелістер деп синус немесе косинус заңымен жүретін тербелістерді айтады. Еркін тербелістер тербелмелі жүйенің ішкі күштерінен туындаған тербелістер, ал еріксіз тербелістер деп отырғанымыз периодты өзгеретін сыртқы күштердің әсерінен болатын күштер деп атаймыз. Еркін тербелістер деп отырғанымыз тербелістердің ең қарапайым түрі еркін тербелістер. Еркін тербелістер деп жүйе тепе-теңдік қалпынан шығарылғаннан кейін жүйе ішіндегі ішкі күштердің әсерінен пайда болатын тербелістерді атайды. Серіппеге қысылған магниттің тербелісі, серіппеге ілінген жүктің тербелісі, шекті тепе-теңдік күйінен шығарылған тербелістер еркін тербелістер. Мысалы, бұлай бола алады. Экранда көріп тұрғанымыз еркін тербелістер. Еріксіз тербелістер деп отырғанымыз тербелмелі жүйенің энергиясын оған сыртқы периодты түрде өзгеріп отыратын күшпен әрекет ету арқылы толықтыруға болады. Жүйенің энергиясы осы сыртқы күш жұмысының есебінен толығады. Бұл жағдайда тербелістер енді еркін емес, еріксіз болады. Осы тербелістерді тудырушы периодты түрде өзгеріп отыратын күш мәжбүр етуші күш деп аталады. Сонымен еріксіз тербелістер дегеніміз сыртқы периодты күшінің әрекетінің болатынын тербелістер. Электромагниттік тербелістер деп отырғанымыз зарядтың тоқ күшінің және кернеудің периодтық өзгерісін атайды. Электромагниттік тербеліс кезінде электр және магнит өрістері энергиясын бір-біріне периодты айнала процесс жүреді. Электромагниттік тербелістерді бақылау үшін электрондық осциллограф қолданылады. Мына сызбада көрсетілген. Электромагниттік тербеліс дегеніміз конденсатордың зарядталуы кезінде заряд, тоқ, кернеу, электр және магнит өрістері периодты түрде өзгеріп отыратын тербеліс деп атайды. Ал тербелмелі контур дегеніміз электромагниттік тербелістер алуға болатын тізбектей жалғанған конденсатор мен катушкадан тұратын тізбекті атаймыз. Осциллограф деп отырғанымыз электромагниттік тербелістерді өлшеуге арналған құрал. Тербеліс осциллограмма латын тілінен аударғанда осциллум тербеліс және графио жазамын деген сөзінен шыққан. Томсон формуласы электромагниттік тербелістердің периодты контурында индуктивтігі сыйымдылығы арқылы мына формуламен өрнектеледі. Т тең 2π Т-бірасты Лс. Бұл формуланы 1853 жылы ағылшын физигі Томсон қорытып шығарған.